Жас мұғалім жасасын. Атырауда жас мұғалім 2014 қалалық мұғалімдер байқауы соңына жетті. 3 күн бойына ұстаздар ұтқырлықтан сайысты. Үздік жас мұғалім атанудың дәмін көрді. Байқауға қатысудың өзін бақыт көргендер бар. Барысы жөнінде өткен сандарымызды айтқан еді. Қорытынды кеште қатысушылар қатып қалған қағидамен мектептегідей отырмай, емін-еркін ойнап күліп кештің көрігін қыздырды. Би-билеп, дәмдіден ауыз тиген жас қызметкерлер педагогикалық ситуациялық сұрақтардан алдырмады. Шалбарыңызда сағы жазып тұр. Дәл қай жерде жазып тұрғаны айтпай қой, бірақ шалбарға жабысып тұр. Сол ситуацияда сіз қалай шығар едіңіз? Кеше қонақтыққа барып, сағыз келе кетпеген бөліп жүргенмін. Ай, мен сияқты бір тезі бөліп, ағай қойыңызшы, оны дулап қойғапсып қойған десе, ағай ешкім едің ол? Ай, молодец, не болса да ерген бар екен деуім. Ой, бәрекелді, шабала! Мыңнан тұлпар деген тәмсіл бар. Байқауға барлығы 35 оқытушы қатысқан. Дина Нұрпейісова атындағы мұнайшылар мәдениет сарайына жиылған қалың бұқараның қатарында бүгін тақымын қысқан жанкүйерлер де болды. Қатысушылардың туыстары пікірінше, осы байқауды көргеннің өзі үлкен жеңістің бастауы. Ана мектепте сәуегейлеп қоймай-ақ қояйық, қай жерде де не болса да сабағын дұрыс берген мұғалім алады. Алдымен алғыс хаттар салтанатпен табысталды. Қол тимеген фуршетті көріп, ағайлар мен апайлардың қобалжуылы көңіл күйін байқады. Алайда еш қымсынбай салтанатты секіре билеп атағандар да табылды. Келелі ұсыныстар да қабылданды. Енді осы оқу өздерінің тәжірибелерін одан сайын арттыруға бағытталған мына курстардан өткізуге тек біздің облысымызда ғана емес, жаңа Алматы, Астана, басқа да алыс жақын шетелдерге білімдерін жетілдірсе, осыған қолдау көрсетсеңіздер. Мен де өзім сіздер сияқты жаспын. Сіздердің ойлап жүрген нәрселеріңізді мен де білемін. Бірақ мен жалғыз өзім, мысалы қасымдағы 2-3 жігітпен ештеңе шеше алмаймын. Қазір бөлек облыстық әкімдіктің ішінен білім беру басқармасы сияқты, денсаулық сақтау басқармасы сияқты әдейі осы сіздердің мәселелеріңізді әкімге, елбасына тез жеткізу үшін деп мынандай жастар саясаты мәселелері басқармасын бөлек құрып отыр. Біздің негізгі мақсатымыз, жұмысымыз және міндетіміз осы сіздерді қолдау. Сонымен, ең үздік ұстаз кім болды? Еңбектің еленер, бақ пен баптың шабар тұсы таяды. Көпшілік болжаған тағылым жекеменшік мектебінің информатика пәнінің мұғалімі бірінші орынға орнықты. Атырау облыстық әкімдігі бірінші дәрежелі диплом, жас мұғалім 2014 байқауында жүлделі орын алған тағылым жекеменшік мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Абуова Әсем Құрамысқызы марапатталды. Бәрекелді, және де бағалы сыйлық планшет. Я хочу спасибо сказать всем, особенно молодежной организации «Жасурин». Такое замечательное чувство, точнее, мне просто эмоции одни. Спасибо, желаю всем участникам дальше успехов. Спасибо большое молодежной организации «Жасурин». Надеюсь, каждый год будет это продолжаться. Спасибо большое. И хочу благодарность особую Хочу поблагодарить особенно свою частную школу «Тағылым», коллектив и особенно директор нашей школы. Это Исенгулова Руслан Атласовна. Спасибо большое. Құрметті жас студенттер, қорытынды шара кульминациясына таяп келеді. Сәлден соң жас мұғалім 2014 қалалық байқауының жүлдегерлері есепке белгілі болады. Сонымен үздік жас мұғалім 2014 кім болды екен? Болжам, қатысушылардың өздерін сұрап көрейік. Бас жүлдені кім алады деп ойлайсыз? Бас жүлдені білімді жас мұғалім олар? Мына адамдардың адам білімді айтып кетті ба? Қатысушылардың арасында кім алады деп ойлайсыз? Бас жүлдені кім алады деп ойлайсыз? Бас жүлдені ең үздік шыққан мұғалім алады деп ойлаймын. Аттай дейін ба, аттай? Ринат алады деп ойлаймын. Неге олай ойлайсыз? Өткенде өнер жағынан да, шығармашылық жағынан да өте жақсы шықты. Ринат алады деп ойлайсыз? Бәріміз де дәмеліміз. Төртінші мектеп ұнады. Енді үздіктері кім деп ойлайсыз?
4-ші мектеп. 6-ші мектеп. Ат айтасыз ба? 4-ші мектептің физика пәнінің мұғалімі. Бас жүлдені кім алады деп ойлайсыз? Менің ойымша 34-ші мектеп немесе 6-ші мектеп алады деп ойлаймын. Және талап болуы мүмкін. Бас жүлдені. Шынымды айтсам, мен өзім сайысқа қатысқан кезде ешкімнің несін көрген жоқпын. Өнерлері ештеңесін көрген жоқпын. Бас жүлдені нөмірі 4-ші Гагарин мектебінің ұстазы қанжығалады. Бас жүлденің сыйлығы Ресей Федерациясына Железноводск қаласына саяхаттық жолдама. Бас жүлде иегерлері. Бәрекелді бір қошеметтеп қойыңыздар. Өте қуаныштымын. Бүгін менің туған күнім, соған арнайы сыйлық алғанына өте қуаныштымын. Рахмет көп. Ойладыңыз ба? Жоқ, ойлаған жоқпын. Қарсыластарым өте мықты болды. Солардың ішінен мынандай бас жүлде алам деген ойда болған жоқпын. Рахмет көп. Қандай Бәрекелді бас жүлдені иеленген Айнұрдың бүгін туған күні достар. Қошемет, туған күніне керемет достар. Шығармашылық тақырыбы атты физика сабағында жаңа ақпараттық технология элементтерін пайдалану болатын ол. Ұйымдастырушыларға тілегіңізді айтып жібересіз, қандай ұсыныстар бар? Ұйымдастырушыларға көп рахмет. Бүгін өте әсерлі, жақсы отырыс болып, жақсы күніне олар салтанатты жиын. Ризамыз, бәрімізге баршаның атынан үлкен рахмет айтамын. Осы жас өрен қоғамдық күресіне. Бұл тек бастауы ғана. Келесі жылғы жас мұғалім 2015-те жолыққанша.